Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Агроталқа арнасының кезекті түсіріміне қош келдіңіздер. Бүгін біздің тақырыбымыз жалпы жүгер жайында болмақ. Осы жүгер жайында бізге айтып беретін, яғни тәжірибесімен бөлісетін, құнды ақпараттарын бөлісетін құнды қонақтарымыз келіп отыр. Оның бірі Құлмұратов Нұрлан, ауыл шаруашылық ғылымдарының магистрі. Осы жүгері және күріш саласында 10 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Яғни тәжірибесі өте мол. Екінші қонағымыз Икембаев Нұрбек, Алматы облысындағы өте беделді бір шаруашылықтың бас агрономы. Жігіттер, қош келдіңіздер студияға. Қош көрдік. Қайырлы күн, құрметті ағайын. Біз мақсатымыз бойынша қысқаша толық ақпарат бергім келіп отыр. Агроталқы ұжымының негізгі мақсаты ғылыми тұрғыдан терең зерттеулер жүргізу емес. Біздің қазіргі таңдағы мақсатымыз подкаст түсіріп жатқан кездегі шаруаларға қарапайым тілмен біздің біліміміздің деңгейі жеткенше мағлұматтарды ұсыну, кім қандай әдіспен жұмыс жасады, қазіргі таңдағы жаңалықтар, сондай мағлұматты қазақ тілінде жеткізу болып табылады. Сол үшін егер де сұрақтарыңыз болып жататын болса, кейін комменттерге жазсаңыздар, біз ол сұрақтарға тереңірек жауап беруге тырысамыз. Жалпы жігіттер, жақсы келдіңдер ме? Шаршамай жатсыңдар ма? Сұрақтарды бастап кетсек, қарсы емессіздер ме? Қарсы емеспіз. Жалпы енді бірінші сұрақ, бұл жүгері елімізге қайдан келді? Жүгері дегеніміз не? Елімізде қанша аумақта егіліп жатыр? Жүгерінің қандай рекордтары бар деген сияқты осындай жалпылама мағлұмат айтып кетсеңіздер. Бірінші сұрағыңызға жауап беру үшін статистикаға жүгінсек, әлемде. Бірінші сұрақ жаңа бізге қашан келдіңіз ғой? Бұл енді белгілі Хрущевтің кезеңінде кукурузная лихорадка болды ма? Сол кезде келді осы Алматы облысына, әсіресе Панфилов ауданына алғашқы кезінде, кеңес үкіметінің кезінде. Әлемде бұл орны бойынша екінші орында болғанмен, егістік көлемі бойынша, бірақ өнімділік бойынша бірінші орынға шығатын ең сондай өнімділігі жоғары, өнімді астық дақылы. Рекорд. Бұдан қанша? Енді Қазақстандағы статистика, бұл біздегі статистика департаментінің мәліметі бойынша Қазақстанда 300 мыңға жуық жүгері егіледі. Оңтүстік, осы бүкілінен қосқан кезде оңтүстік, негізінен оңтүстік және солтүстік және батыста, батыс Қазақстанда сәл және аумағы жылдан жылға артып келе жатыр. Аумағы жылдан жылға артып келе жатыр. Оған себеп бұл жүгерінің бағана айтқандай өнімділігінің жоғары болуы, яғни бір гектардан рентабельділігі жоғары. Оңтүстік аймақта 150 мың гектарға жуық егілетін, Алматыдан бастап Қызылордаға дейін. Біздің енді осы соңғы 5 жылда жұмыс істеу аймағымыз осы оңтүстік аймақ. Сондықтан жаңа бас айтып отқаным сол 150 мың гектарға егіледі. Өнімділікке байланысты әлемдік өнімділік қатты көп емес. Статистиканың бәрібір орташасы шығады ғой. 6 тоннаның, 6-7 тоннаның маңайы. Қазақстанда да сол статистика бойынша 6-7 тонна. Бірақ дегенмен оза шауып рекорд көрсетіп жатқан нелер бар, шаруалар бар. Яғни оның потенциалы қандай болса, соны максималды ашуға тырысып жатқан шаруалар бар. Мысалы, әлемде соңғы рекорд бұл 616 бушель акрдан, яғни біз гектармен тоннаға шыққан кезде бұл 40 тоннаға жақын бір гектардан. Америкада. Енді бізде жағдай қалай? Кешірім сұрайым. Біздегі жағдай қалай? Бізде бір тіркеп, оны бір ресмилендірген не жоқ, бірақ біз өзіміз сол шаруалармен араласып жүргеннен кейін білеміз кім қанша алып жатқан. Бір гектардан 26 тоннаға дейін алып жатқан шаруалар бар, бір гектардан 20 тонна алатын шаруалар бар. Егер дұрыс агротехниканы жасалынса, қолданылса, жүгерінің биологиясы оны беруге дайын. Жақсы генетика болса, және соған сай дұрыс агротехнология қолданылса, оның потенциалы жаңағы рекордсмендер алып жатыр, 40 тоннаға дейін, олар 50 тоннаға дейін алуға мүмкіндік бар деп отыр, өздерінде соған тырысып жатыр. Генетикасы. Өйткені жылдан жылға соңғы 10 жылды алып қарасақ, соңғы 20 жылда алып қарасақ, 2002 мен 2022 арасында жылда 3 центнерге
урожай өнімділік қосылып жатқан. Ол селекцияның арқасында Ол селекцияның арқасы, соның ішінде бұл құрғақшылыққа төзімділік, өйткені жүгері бұл ылғалды өте жақсы көретін өсімдік. Көптеген жаңағы фактор, лимитирующий фактор бұл ылғал болып келеді, су болып келеді. Екінші, бұл жүгерінің 1 гектарға тығыздығын, густатасын арттыру. Яғни сол тығыздыққа, тығыз егуге бейімділігінің артуының арқасында не істеп келе жатыр? Өнімділік потенциалы артып келе жатыр. Үшінші, әртүрлі аурулар, стресстік факторларға төзімділігі. Осындай генетикаға байланысты, генетиканың дамуына байланысты бұл өнімділік жылдан жылға артып келе жатыр. Яғни бұл 50 деп отыр қазіргі, бірақ одан да бұл шек емес деп ойлаймын. Мысалы, бізде 7 тонна алып жатыр, мысалда, енді средний 6-7 болғанмен, бірақ енді биологиясына қарасақ, биологиялық әлеуетіне 1 гектарға мысалы 70 000 дән егілді делік. 1 гектарға 70 000 дән егілді делік. Енді бір дән бұл бір собық. Бір дән бір собық. Бір собықтың салмағы бір 300 грамм болса, 300 грамм дән берсе, егер бәр жағдай жақсы. Дәнінің салмағы. Яғни ол бір собық дән түзеген дәннің салмағы. Яғни бағанағы 70 000-ды 300 граммға көбейткен кезде сондағы 21 тонна, 20 тоннадан жоғары алып алады. Бұл биологиялық потенциалы. Есептеудің бір жолы. Яғни шамамен көрермендерге бір жүгердің 1 гектарынан қанша пайда табуға болады деген ақпарат. Табыстылығы. Иә. 1 гектарға есептегенде жалпы ол енді сіздің гибридіңізға немесе топырақ климаттық жағдайларыңызға енді міндетті түрде байланысты. Енді шамамен алатын болсақ, енді қазір алдыңғы қатарлы көрсеткіштер енді 10-12 тонна өте жақсы көрсеткіштер болып есептеліп тұр ғой. Ең жоғары болмаса да орташа сол шамада. Мысалы 10 гектардан сіз гектарын алатын болсаңыз, бір тұқымға шамамен бір мешок, бір қап тұқым 80 000 деп алсақ, жаңағы удобрениеңіз бар, селитраңыз бар, минералдық тыңайтқыштар, амофос, болмаса калий. Сонымен есептегенде гербицидтарыңыз болады. Гектарына тағы да сол шамада шығын шығарасыз. Ол жұмыс күші, тұрақты материал, оның барлығы бөлек есепті. 1 гектарға шамамен сіз 350-400 000 теңге шамасында дем басталады, шығарасыз. Ол шамаларда басталады. Егер техника өзіңізден болған жағдайда жоқ, бізге қазір қосалқы факторларды айтпай тұрайық, нақты алынатын заттар және ақша жұмсайтын заттар ғой. Енді әр шаруашылықтың енді көрсеткіштері арқылы жаңағы зарплатасы дейміз, басқа сіздің қандай гербицид қолданғаныңызға байланысты соның бәрін есептелген кезде енді орташа баға енді қазіргі уақытта есептесек 120 теңгеден болса, мысалы 10 тонна 1 200 000 шамамен есептегенде енді ол ары қарай орныңыз, сақтауыңыз, жаңағы егер влажность жоғары болса кептіруіңіз бар, тасымалыңыз бар. Сол 500-600 мыңға дейін 50%-ын жалпы шығынға шығарып тастауға болады. 50% болғанда енді 10 тоннаның 50%-ын. 10 тоннаның 50-ге 50 350 000 мен 500 000-ның 600 000-ның сол екі аралықта алған дұрыс шығар, өйткені белгілі бір тұрақтылығы жоқ қой. Удобрениенің өзі мысалы әр өндірушілердікі әрқалай, гербицидтерде мысалы тура солай. Техникасы бар, техникасы суғаруы бар. Жылдары сіз есептелмеген, сіз мән бермеген факторлар кездесіп жатады, аурулар кездесіп жатады мысалы. Енді қысқартып айтатын болсақ, шығын 35%-дан 50%-ға дейін. Солай алсақ болады, екеуінің арасында. Сол екі аралықта алсақ. Әдемі, жақсы ғой, тиімді ғой. Иә, түсінікті. Енді жалпы сұрақ, енді көбісі бізде шаруалардың бұл жауабын білмеу мүмкін. Сорт пен гибридтің айырмашылығы неде жүгеріде? Оны енді былай ғылыми тіл емес, қарапайым тілмен түсіндіріп көрсек. Сорт дегеніміз, мысалы, жүгерінің мысалында алсақ, жүгері бір үйлі өсімдік, яғни аталығы да, аналығы да, бір өсімдікте төбесінде шашақ аталық, неқтан жаңағы жіпшелер шығады, собықтан солар аналық. Енді қашан ол линиялар бар, өз-өзін не істейді, тозаңдандырады. Өз-өзін тозаңданып тұрса бір неде, жаңағы инбридтік линиялар дейді, өз-өзін тозаңданып, содан өнім алып тұрған кезде ол сол линия деп аталады, атаналық линиясы деп аталады бір. Ал қашан айқас тозаңдану бастаған кезде, яғни бір өсімдіктің
бір өсімдіктің аналығымен келесі бір линияның аналығымен келесі бір линияның аталығынан шыққан кезде өнім сол будан деп аталады. Яғни өзінің аталығын қабылдамау деген сөз болды. Иә, өзінің бір линияның линия деген бір мысалы сортты. Яғни оның өзінің аталығын алып тастап, қырқып тастап, басқа сорттың аталығы түскен кезде содан шыққан өнімді будан деп аталады. Будан дейді, гибрид дейді. Бұл буданмен қатар жүретін ұғым, бұл гетерозис ұғымы. Яғни ата-аналарының жақсы қасиеттерінің ұрпағына берілуі. Яғни мына бір будан сортта бір линияда бір жақсы көрсеткіштер бар, мысалы өнімділік, құрғаққа төзімділік деген сияқты. Мына бір линияда тағы бір нада жоқ, екінші бір линияда жоқ белгілер бар. Екеу тозаңданған кезде сол белгілер жиынтығы келесі ұрпаққа өтеді, сол буданға өтеді. Сол неғұрлым гетерозисқа бай болса, соғұрлым оның потенциалы да жоғары. Негізгі осы сіздің айтып жатқан мағлұматыңыз бойынша гибридтің айырмашылығы жоғары ғой, артықшылығы бар ғой сонда, сортқа қарағанда. Гибридтің алғашқы нелерінің ұрпақтарының артықшылығы бар. Бірінші, екінші, үшінші деген сияқты. Өйткені алғашқы кезеңдерінде ол бағана ата-аналарынан берілген жиынтық оның бойында сақталып тұрады. Әрі қарай ол қайтадан соны бұл гибридтеге берсе, ол қайтадан бағана белгілер өз-өзіне расщепление на родительские линии дейді. Сөйтіп қайтадан тарап кетеді да өзінің тұрақтылығын. Сонда гибридте біз өзіміздің топырақ климатқа жағдайға қажетті жүгеріні шығарып аламыз. Бірінші, оны шығару үшін сол біздің топырақ климатқа мысалы сөзге төзімділік па? Соған қажетті белгілері бар ата-аналарын тауып аламыз керек. Сосын барып сол ата-аналардың белгілері жаңағы ұрпаққа өту керек, бірінші ұрпағына. Бізде егілетін негізі сол бірінші ұрпақтағы нелер, тұқымдар. Осы жерде енді Нұрбектің ойын біліп өтсек, шаруашылық жағдайында қалай болып жатыр? Қазір шаруалар үшін гибрид маңызды ма, жаңа будан немесе сорт маңызды ма? Жаңада айтып өтті ғой, гибрид жаңа бүкіл былай айтқанда жаңа минусын алып тастау ғой, ненің белгілі бір сорттың ауруға төзімділігін көбейту деген сияқты. Бірақ сортқа қарағанда гибрид ол арасында қымбат, өйткені гибрид өсіру ол қымбатқа түседі да. Бірақ енді қазіргі кезге келсек, бүкіл шаруашылықтар осы гибридпен жұмыс жасап жатыр. Өйткені гибрид ол тиімдірек. Бір ғана фактордың өзі жүгері мысалы өсіп тұрған кезде кез келген бір стресс, артық стресс есептелмеген, сіз мүлдем есепке алмаған стресстің өзі белгілі сіздің жоқ деген 15-20%-ға өнімділігіңізді төмендетіп жіберуі мүмкін. Соңғы жылдары гибридқа өте қатты көшіп келе жатыр. Сіздердің жағдайларыңызда қанша пайыз гибридтің ауданы? Гибрид бізде 100%. 100%. Қазіргі сорт егетін былайша қарасақ, жүгер бойынша жоқтың қасы деуге болады. Таза сорт егетін, өйткені бәрі будан егеді. Ол өнімділікті тұрақты, өнімділігі жаңағы стабильный дейді, тұрақты өнімділік береді. Бағана сосын төзімділік стресстік жағдайларға. Рахмет үлкен. Осы жерде кішкене қысқа бір ақпарат оқығам да кезінде, не деп айтсақ болады деген орысша кітап, ағылшын жазылған кітаптың аудармасы. Сол жерде тұқымның несі туралы айтылады, таңғасы деп айтқанда ол жерде. Сол туралы кішкене айтып өтесіз ба соны? Азығы ма? Азығы, өзінің бойында болатын азығы, ол топыраққа түскеннен кейін оның көмек ретінде. Тұқым белгілі бір фазасына дейін, тамырының дамуына дейін өзінің бойындағы тамағын жейді. Яғни тұқым өзі былай жүгерінің тұқымы былай кескінін қарасаңыздар, қабығы, одан кейін көп бөлігін крахмал алып жатыр. Төбінде кішкентай ғана зародыш, қазақшасы қалай екен? Зародыш дей береді. Сол тұрады. Сол түскеннен кейін, топыраққа түскеннен кейін, жалпы тұқымның өсіп өнуіне 3 фактор керек. Мысалы, ауа, жылу және ылғалдылық. Осы үшеуі қашан толық бар, сол кезде жаңағы өне бастайды. Яғни сол топыраққа түсті, жылу бар, белгілі оптималда жылу бар, ылғал бар, сол кездегі жаңағы крахмал жұмсарып, алғашқы зародыштың өзінің тамағы сол крахмал. Сондықтан жаңағы гибридтардың артықшылығы туралы айтты ғой. Ол кезде сол крахмалының пайыздық үлесі жоғары,
яғни алғашқы стартқа ол үлкен көмек береді сол ненің өзі. Алғашқы крахмалдың өзі, дәннің бойында крахмал сол алғашқы тамағы сол. Яғни ол тамырдан алам дегенше. Топырақтан қоректенгенше өзінің бойындағы, яғни ол өте маңызды болып саналады. Өте маңызды. Алғашқы старт соған байланысты, өсу энергиясы соған байланысты мысалы. Рахмет. Енді жалпы бұл жүгері көптеген мақсатта егіледі ғой. Осыған байланысты жүгерінің дәнге және силысқа байланысты гибридтардың ерекшелігі қандай? Ерекшелігі неде? Енді белгілі бір гибридті дәнге немесе силысқа деп бұл тікелей бөліп қараудың қажеті жоқ шығар. Жалпы негізі дәнге еккенде негізгі факторлар жаңағы айтты ғой, генетикасы деген сияқты сол нәрселерге, силысқа да дәнге де осы нәрсеге аса мән береміз. Сосын сіздің климат топырақты жағдайыңыз қандай, сізге қанша күндік жүгері пісіп жетіле алады. Сосын жаңағы сіздің егетін жаңағы срогыңызға да көп нәрсе байланысты. Силысқа еккен кезде барынша жүгерінің ылғалдығы кейбіреулер дұрыс түсінбейміз да, силысқа ексек ең басты жаңағы көк не дейді, зеленый масса алсақ деген сияқты дүние жоқ. Ол жерде де силысқа еккенде де енді ол дәнге еккеннен де бір дәнге еккеннен де бір салмақтырақ қараған дұрыс шығар, өйткені сізге зеленый масса керек, сосын крахмал керек. Әрине. Егер сіз крахмалыңыз төмен немесе жаңағы жиірек егіп, нормадан жоғары егіп, болмаса удобрение дұрыс бермей тек қана зеленый масса ғана жұмыс жасасаңыз, онда сізде ертең сүрлеміңізде, силысыңызда крахмал мүлдем аз болады да, ол сіздің ешқандай тағамдық азықтық құндылығын жоғалтады ол жерде. Сол үшін де оның барлығын есептеп, ол нәрсеге қараған дұрыс. Өйткені егер ең жақсы қазір көрсеткіші бізде 30-30-дан жоғары крахмалдар, ол етті бағытта болса да, сүтті бағытта болса да, қара мал болсын, басқа малдарға болса да, сиырларға, басқаларға да болса, ол ең жақсы көрсеткіш. Енді силысқа барынша биік болған дұрыс қой. Соңғы кезде кейбіреулер жаңағы предлагать етіп жүр, ұсыныс жасап жүр да, жоғары шабу керек, жаңағы 30-40 сантиметр деген сияқты. Енді біздер жаңағы біздің Қазақстан жағдайында 20-22 буын жоғары шабылады ғой негізі. Өйткені ең төмен буында лигнин дейді, жаңағы ол ерімейтін, былай айтқанда май жаңағы сиыр үшін. Сол көп болады да, сол үшін жаңағы сол тасталады. Жапырақтары барынша көп болғаны ол сүрлемге де өте жақсы. Сүрлемге алған кезде ендігі жаңағы фаосы дейміз ғой, күні пісіп жетілу күндері жоғары гибридтарды таңдауға негізінен тырысасың. Өйткені олардың жаңағы потенциалы өнімділікке де жоғары деп жатамыз ғой. Ал силысқа еккен кезде барынша орташа гибридтар жоғарыдан төмендеу жаңағы күндік пісіп жетілу өткен сізде. Дәнге еккен кезде. Иә, дәнге еккен кезде пісіп жетілуіңіз бар жаңағы ылғалдылыққа. Бұлай ол мән бермейтін нәрсе болып көрінуі мүмкін. Өйткені сіз 15-тен 16 немесе 18 жаңағы ылғалдылықпен дән шапқанның кезіңізде сіз жаңағы кептіруге өте көп шығыныңызды жұмсайсыз. Оның тасымалыңыз бар, өте көп шығын, сол нәрсеге де көп шығын кетеді. Ол көзге көрінбеуі де мүмкін. Сол үшін ол факторлардың бәрін ескерген дұрыс негізінде. Жаңа Нұрбек бір сөзінде айтып қалды, фао деп. Қазір осы тұқым саласында фао деген өте көп айтылады да. Фаосы мынанша, фаосы 350, фаосы 700, фаосы 420 түрлі. Осы фао деген түсініктеме бере аламыз ба? Ол нені мағынаны білдіреді ол? Артындағы цифрлар, сандар. ФАО жалпы өзінің ұзартылып айтқан кезде Food and Agriculture Organization дейді, яғни біріккен ұлттар ұйымының жанындағы азық-түлік және ауыл шаруашылық ұйымы деп аталады. Негізгі ФАО-ның мағынасы сол ФАО. Ал ол не береді деген кезде, бұл халықаралық ортақ классификация жүгеріге қатысты. Яғни қазір бір өндіруші ол бүкіл әлемге сатады ғой жүгерісін. Мысалы Америка болса, мысалы бүкіл тұтынамыз мысалы. Немесе Европа болса тұтынамыз. Сондықтан ол бүкіл барған жерінде бәріне түсінікті болу үшін сондай жіктеп тастаған неге ФАО-ға. Бірыңғай система ол да. Иә, бірыңғай ортақ жүйе сондай ФАО деген. Яғни ол нені қамтиды? ФАО дегеніміз нені білдіреді? Сол классификация бойынша 1-ден 100-ден 999-ға дейін 9 группа бар. ФАО-дан 199-ға дейін бір группа, 299-ға дейін бір группа, сөйтіп кете береді 999-ға дейін. ФАО бұл сандар нені қамтиды? Бұл сандар пісу ұзақтығын, пісіп жетілу ұзақтылығын қамтиды, кезеңін.
мысалы күндерін шамамен. Ол активті температура жиынтығын қамтиды. Ол жаңағы тиімді температура жиынтығын қамтиды. Ол өсімдіктің жүгерінің жапырақ санын қамтиды. Соған байланысты мысалы бір шаруа, өйткені дән таңдаған кезде мысалы шаруалар біледі, бірінші сұрайтыны фаос қандай. Фаосын айтса болды, оған көп нәрсе түсінікті. Мысалы өзінің жеріне байланысты өзінің климатын біледі. Алматы облысы ма, болмаса жағы Түркістан облысы ма. Фаос қандай дейді, фаосын айтсаң соған байланысты өзіне мәлімет алады. Бұл егуге жаңа будан таңдаған кезде өте үлкен көрсеткіш көмектесетін. Неғұрлым фаосы жоғарырақ болса, соғұрлым оның жапырақ саны да көп болады. Оның пісу ұзақтығы да көп. Және ол неғұрлым ұзақ тұрған сайын бұл күннің энергиясын ұзақ пайдаланады, сондықтан оның әлеуетті өнімділігі, потенциалды өнімділігі де жоғарырақ болады. Мысалы айттық, біз жеріміз кең. Мысалы көп елдер, Европа елдері, Ресей, Украиналар, бұлар сол көбінесе сол 400-ге дейін фао егеді. Қысқа күнде, өйткені күн ұзақтығы сәйкес келмейді. Ал біздің мүмкіншілігіміз осы жерде, біз 100-ден бастап 800-ге дейін фао егуге мүмкіндік бар біздің жағдайда, Қазақстан жағдайында. Бізде стандартта 700 фаоға дейін еді, осы уақытқа дейін, осы соңғы кездері 800 фаолықта, бағана сөйлемдік бағытқа 800 фаолық жүгерлер келіп жатыр осы кезде. Рахмет үлкен. Бір көрерменімізден сұрақ түскен еді. Осы Алматы облысы, Жетісу облыстарында шаруалар ғой. Осы екі облыста, Алматы мен Жетісу облысында 300 бен 400-450 фаоның арасында жүгеріні егуге болады ма? Бұл сұрақтың себебі көп шаруашылықтар биыл әсіресе ылғалдылықтан біраз зардап шегіпті, яғни жүгерінің ылғалдылығы түспей қалыпты. Соған орай олар айтады, фао төмен фаоны ексек қалай болады, қандай артықшылығы я кемшілігі бар, осы туралы айтып кетсеңіз. Нұрбек, не бар ма сіздерде? 300 егесіздер ма? Жаңада потенциал жоғары деп жатсыз ғой, 300-400 фао. Енді фаоны 800-ден жаңағы төмен қарай түсесің ғой негізінде. Егер сізде жаңа 500 гектар жер болса, бір техника, соған жоспарлайсыз. Мысалы, мына гибрид мысалы сізде 500 фао 70-80 гектар жерде тұру керек. Өйткені жаңа 3 күн 4 күн жинаймын, одан кейін жаңағы мен арғарап жаңағы 580 фаоға барам деген сияқты 600-650 солай есептейсіз. Шаруашылықты ұйымдастырған кезде де керек болады да. Егер шаруашылығыңыз үлкен болса, әрине. Техниканың саны шектеулі ғой, міндетті түрде ол тағы да жаңа сынатын сыртқы факторлар, ауа райы жағдайын барлығын ескеріп, фао негізі солай таңдалады. Таңдап солай егіледі. Ол жаңағы шаруаның негізгі сұрағының мақсаты да осы болды да. Олар айтады, 600-700 фаодағы жүгері мен 300-400-дегі фао жүгерінің өнімділігі бірдей болыпты да оларда. Солған, яғни өнімділік 300 пен 400-450-лік фао мен 600 пен 700-дің арасындағы фаоның жүгерінің өнімділігі бір деңгейде болды дейді. Сондай да қызықтары болады екен. Соған ғой сұрап жатқанымыз. Мынандай нәрсе бар. Фактически нәрсе бар және потенциальный нәрсе бар да. Мысалы, тіпті одан да жоғары болуы мүмкін. Жаңа 300-400 фао мен 700 фаодан жоғары өнім алуы мүмкін. Burada көбінесе агротехнология не істейді? Іс-шаралар шешуші рөл болып тұруы мүмкін. Ал негізі егер әлеуетіне келетін болсақ, кеш фаолардікі көбірек несе потенциал көп. Сондықтан бізде еге беруге болады. Жаңағыда ертерек егіп, ертерек орып алып, ертерек жаңағы төмен ылғалдылықпен, жоғары бағамен сатуға мүмкін. Жоғары бағамен, әрине. Мынандай ұсыныс осы фао таңдаған кезде максималды жақындату ғой неге? Алғашқы суықтарға бар ғой күзгі. Соған максималды жақындату күндерін. 2 апта алғашқы суыққа дейін, 2 аптаға дейін, мысалы қанша алғашқы суық, мысалы сентябрьдің қыркүйектің 30-на бола ма? Сіздің физиологиялық пісіп жетілуіңіз 15 қыркүйекке дейін дайын тұру керек қой. Өнімділікке ары қарай әсер етпейді. Суық уже қашан ол жаңағы қара точка деген маңызды нәрсені айтып кетсек, осы жерде черный точка дейді, оны жүгер егушілердің арасында бұл өте сондай маңызды ақпарат. Яғни қалай есептейді? Мысалы, фаоны айттық. Фао жүздіктерден тұрады дедік қой, жүздіктер және ондықтардан. Мысалы 100-150.
100 фаома, яғни шамамен 70 күн. Бұл қай топқа жататынын білдіреді. Енді 150 десек, каждый енді бірліктер әрі қарай ондықтар бұл күндерді білдіреді. Мысалы, бір күн, 110 болса 71 күн. 150 болса 75 күн деген сияқты. Яғни қара точка жаңа түсінікті болды, әр группа 10 күнге жылжып отырады. Өскеннен бастап ненің физиологиялық пісіп жетілуге дейін аралық күн, сол неге фауда соны білдіреді. Мысалы, физиологиялық пісіп жетілу дегеніміз бұл дәннің өзегі бар ғой, ненің собықтың өзегі, содан ажырауын білдіреді. Яғни сол жерде түбінде қара слой пайда болады, қара қабат пайда болады, дән мен жаңағы бекіп тұрған собықтың арасында әрі қарай уже ешқандай жағы қоректік заттар, су өтпейді дәнге қарай. Тек енді әрі қарай жұмысы дәннің ылғал жіберу. Осы кезде ешқандай суықта, ыстықта зиян тигізбейді жүгеруге. Қара нүкте пайда болғаннан кейін. Сол жапырақтардағы сияқты екен, анау күздігүні жапырақтарында ненің белгісі, қоректік элементтердің тоқтаған белгісі жапырақтарда бүйтіп ұстасаң сызылып түсіп болады да, яғни анау жапырақ бекитін жер бар ғой, соның түбіндегі канал жабылады да, былай ішіндегі сол қоректік баратын түтікше жабылады. Ол болды ары қарап ешқандай қоректік элемент бармайды, жапырақта түзілген органика ішке қарап өтпейді деген сөз. Енді ұқсап тұр ғой соған енді. Енді мынау келесі бір мынандай сұрақ қойсақ, жаңа айтып жатырмыз, гибрид туралы айттық, түрлі фаолар туралы айттық, сорт туралы айттық. Енді осылардың арасында бөлінетін бір өлшемдер бар ма? Не деп айтсақ, қазір көбейіп кетті ғой, мысалы эконом класс, стандарт деген сияқты, премиум класс деген сияқты. Олардың арасында ондай бөлінетіндер бар ма негізі? Бөлінетіндер бар. Мысалы, Қазақстанның нарығын алатын болсақ, менің өзім жеке жіктеуімше 3-4 классқа жіктеуге болады. Бағасына қарап қой, енді бағасы нәтиже сәйкесінше сапасына қарап, төменгі бағасымен қалай жіктейін ба, қалай жіктеген дұрыс? Компаниямен жіктесе болмайды. Бағасымен жіктесек 40 мыңға дейінгі бір қабы, бір қаппен есептелінеді. Бір гектар деген сөз ба? Бір қап 2-ге бөлінеді. Бізде қазіргі нарықтағы 50 мың дәндіктер бар. Бұрын килограммен айтатын еді ғой, бір қап қанша килограмм деп ше. Қазір дән саны. Пассивная единица дейді оны аударған кезде. Егетін соны бірлік қой, егу. Яғни 50 мыңдық қаптар бар және 80 мыңдық қаптар бар. Енді біз ортақ болу үшін жаңағы 80 мыңдық қаппен шақтап, соған есептесек 40 мың теңгеге дейін сатылатын нелер бар, қаптар бар. Төменгі деп енді айту болмайды шығар, оны да егіп, одан да жақсы өнімдер бар. Бұрада көп мәселе жаңағы неге де байланысты, технологияда. Одан кейін 50 мыңмен биылғы жылдың өткен жылғы бағамен айтатын болсақ, 50 мыңмен 2022 бағалары. 50 мыңмен 60 мыңның арасы деп берсек болады. Екінші орташа класс, сосын 70 мыңның арасы деп берейік, 3 классқа бөлсек, және 70 мыңнан жоғары 3-ші класс, премьерный класс дейді, ол қымбат жүреді. Биыл одан сайын тағы қымбаттады ғой енді. Енді олардың сол жаңа айтып отырсыз ғой, класстарға байланысты. Оған байланысты өнімділігінде де айырмашылық болу керек шығар. Айырмашылық міндетті түрде, өйткені бұл жаңағы жоғарғы класстағы өндірушілер премиум тарихы, премиум сападағы будандар компаниясына қарайтын болсақ, оның өндірушілердің тарихына қарайтын болсақ, 100 жылдан әрі кеткен. 100 жылға жақын, әрі кеткен демей ақ қойын, 100 жылға жақын алғашқылары. Яғни ол бұрыннан келатқан осыны әбден ғылымына қанша көптеген қаржы құйылатын, маманданған әбден техникалық материалдық базасы бай, гендік базасы бар. Генофонды өте бай, яғни кімде генофонд, ол селекционерлердің үлкен байлығы бай, яғни көптеген бағана гетерозисті айттық қой, сондай белгілерді жинақтаған компаниялардың нелері, яғни опциялар көп та ол нелердің. Орада төзімділігі бар, жаңағы ылғал жіберу деген өте бізде фактор, ылғал жіберу. Яғни жүгеріні ораған кезде 14-15% өте жақсы. 14%-ға кондицияға жеткізіп барып орады дәнді. Ал кейбіреулер бар, ол жаңағы түспей қалады. 25%-ға келеді да, түспей тұрып алады. Ол өте маңызды көрсеткіш шаруалар үшін, өткен бағана айтқандай, оны кептіру деген өте үлкен жұмыс.
тасымалы бар, кептіру бар. Сондықтан неғұрлым несі бар, жаңағы опциялары көп қой. Былайша айтқанда қосымша параметрлер, шаруашылық құнды параметрлер деп айтса болады. Бұл параметрлер тікелей оның өнімділігіне де тікелей әсер етеді. Жалпы түсінікті. Енді елімізде өздеріңіз айтып кетсіздер, жүгері еліміздің көптеген бөліктерінде егіліп келінеді, қанша жылдан бері. Жалпы халқымыз жүгеріні біледі, жүгері деген не деген. Ал енді бір ғана жүгеріге қатып алуға болмайды ғой. Сол үшін осы жүгері еккен кезде жүгерінің ауыспалы егіншіліктегі артықшылықтары мен кемшіліктерін қысқаша айтып кетсеңіздер. Оны осы тәжірибеде нақты айналысып жүрген. Неше система жүйесі қандай, ауыспалы егістің саны қандай сіздердің шаруашылықтағы? Жүгері үшін ең басты ең жақсы ауыспалы дақыл ол жаңағы бір жылдық және көп жылдық бұршақ тұқымдастар. Өйткені олар жаңағы ауадағы азотты топырақпен сіңіреді. Топырақты жаңағы азотпен басқа удалениемен тыңайтқыштармен ғана байытып қоймай, ол топырақ құрамыңызды жақсартады. Көп жылдық арам шөптер, сонымен қатар жаңағы арам шөптерден де көп жылдық бұршақ тұқымдастар арам шөптерден де тазартады. Бірақ ол ауыспалы егістікте дұрыс таңдаған дұрыс. Мысалы, кейбір дақылдардан кейін жүгеріге жаңағы аурулардың қалуы мүмкін. Соядан кейін астына түсетін жаңағы жапырақ кенесі. Зиянкестер ма? Зиянкестер, ол жерде енді жаңағы инсектицидпен жаңағы пайдаланған дұрыс шығар негізі. Содан кейін енді астық дақылдар ғой, жаңағы бір жылдық арпа, бидай дейміз. Негізгі ауыспалы егістіктер енді бізде келе жатқандар солар ғой. Сол неше жылдан кейін жүгеріні қайтадан егуге болады? Енді ол да сіздің тәжірибелік тұрғыдан енді. 3 жыл. 3 жыл ма? 3 жыл дұрыс. 3-ші жылы қайтып келуге бола ма? 3 жыл, 4-ші жылы қайтып келуге бола ма? Мысалы бір жерде нені ексеңіз, жүгері ексеңіз 3 жылдан кейін ауыстырған дұрыс. Қайтып келген дұрыс. Қайтып келуге болады сол жерге. Ауыспалы егіс болатын болса 4-ші жыл сол жерге қайтып келеді. Ол енді гектар поляны жалпы өзіңіз аумағыңызды солай есептеп бөліп отырасыз. Сол жаңағы пар деген ұғым бар. Пар деген ұғым кейбіреулер түсінеді, жаңағы жер тастап кетті, міне демалып жатыр жер деген сияқты. Ол пар деген мүлдем басқа ұғым. Пар деген ол жаңағы тыңайтқышпен байыту, ылғал жинау деген процестердің бәрі жүргізілу керек дейді. Өйткені арам шөптің жерден бірдеңе алып өсіп тұр ғой. Енді бұл фактически ондай сақтау қиын. Өйткені бізде әсіресе оңтүстік аймақтарда жер кішкентай, оған ауыспалы егіс жасаудың өзіне көлем керек, площадь керек үлкен. Ал біздегі негізінен егетіндер орта шаруашылықты аз егіс көлемі кішкентай шаруашылықтар, олар мүмкін емес, мүмкіндік жасаймайды оны ауыстыруға. Сондықтан оны 10 жылдан бері бір жерге егіп жатқан шаруалар бар, мысалы 15 жыл егіп жатқандар бар, бұрыннан егіп келе жатқан бір жерде. Бірақ монодақыл болып кеткен ғой, неде. Оларға қандай ақыл кеңес бересіз? Тура сол жағдайда олар не істеу керек? Мынандай ұғым бар. Енді айналысады бізде қазір соңғы кезде бізде де жылжып жатыр Қызылорда қарай. Қызылорда баяғыда бұрын болған, совет кезінде кейін тоқтап қалған. Бүгінгі күрішке кеткен, бұрынғы енді соңғы жылдары су жетіспеушілігіне байланысты күріш өте суды көп тұтынады. Соған байланысты әртараптандыру бағытында жұмыс істеліп жатыр қазір. Ол жақта да. Сол жақтағы енді биыл келесі жылы мысалы жоспарлап жүрген адамдардың басты сұрағы жүгері жерді кедейлендіріп дей ма? Бүкіл несін сорып алмай ма деген сұрақ болады да. Сондай сұрақ бар. Яғни жүгеріден кейін жаңағыдай кісілерге де болмаса жүгеріден кейін жүгері егіп жатқан кісілерге де айтатын нәрсе бұл әрбір өсімдіктің өзінің қажетті вынос элемент алып кететін жерден сорып алатын элементтердің шығымы бар. Соны орнына қайтып толтырып отыру керек. Мысалы жүгеріде қанша 10-12 15% дейін фосфор. Оған қазір келеміз бұл сұраққа. Мысалы соны беріп отыру. Және жүгерінің тағы бір артықшылығы неше жылдан бері бір жерде өсіп жатса да, бұның өте көп зеленый масса жерге қалады. Дән кеккен кезде дәнін алады да қалғаны жерде қалып, ол да белгілі бір деңгейде өзінің жаңа запасын толтырып отырады. Қалдырмайтындар да көп қой. Оны жинап алатындар көп. Ондай да бар. Біздің өңірлерде мал жеп қояды. Паяға деп.
пая деп. оңтүстікте ғой нарықтан мал қойып жүреді қанша жер көп болған. Ал онда жігіттер енді меніңше осы жүгері туралы жалпы түсініктерге көп ақпарат алдық деп ойлаймыз. Жалпы енді келесі неге өтсек, енді жүгеріні топыраққа түсірсек, енді осы әлі ауада тұрмыз. соны жүгерін еккен кезде жаңа әр нәрсенің өзінің жаңа Нұрлан айтқан өзінің талапшылдық элементтері бар ғой енді. Соған байланысты жүгерінің еккені топыраққа өзінің талаптары бар ма? Топырақ мынандай болу керек, жүгері соған бейім жақсы өсу үшін. Енді мынандай ұғым бар ғой, жаңағы сүт сиыр сізге кім береді деген сияқты. Енді қолда бар жерді ол барынша кім қандай шаруа болса да игеруге тырысасыз. Негізгі оптимальный жаңағы қаншалық топырақ бай, макро, микроэлементтер болса, жаңағы азот, фосфор, калий болсын, барынша жақсы. Жаңағы қышқылдылығы дейміз ғой, pH 7 мен 9-ның арасы мысалы ең оптимальный жүгері үшін, ең оптимальный температура, ең оптимальный топырақтар. 7, нейтралды pH-та жақсы көреді. 8,5-ға дейін енді. Бірақ енді мына атап өту керек, жүгері мына өндірушілердің арасында мен осы Қазақстан бойынша айтуға болатын шығар. Бір сіздің кез келген топырақ жағдайыңызға қарай сізге бір белгілі бір гибридті ұсына алады. Егер сіздің жеріңіз жаңағы құнарлы ма, немесе құмды ма, кішкене жаңағы шаршаған ба, тозған жер ма деген сияқты ше. Оның барлығы сол. Бірақ енді басым жаңа органикамен жұмыс жасап байтып солай егуге тура келеді. Мынандай бір сұрақ болып тұр. Осы жақында бір 3-4 күн алдым, бір шаруаға хабарласты. Атырау жақтан. Атырау жақта саланчақ қой көбісі. Тұз топырақ қой. О жақта жүгерінің потенциалы бар ма егудің? Жауап берейін ба? Жаңа айтқан сияқты топырақ талабына байланысты. Енді әр шаруашылық өзінің жағдайын біледі, өзінің егістігін біледі, қандай топырақ. Сондықтан жүгері екіге бөлінеді. Экстенсивті және интенсивті. Интенсивті жүгерілер, осы кейінгі шыққан, қарқынды. Олар нәзігірек келеді экстенсивтіге қарағанда. Оларға ерекше күтім керек, оларға көбірек топырағы құнарлы болу керек, суы көп болу керек деген сияқты. Бар жағдайын жасау керек. Бар жағдайын жасаса, оның потенциалы да жоғары бірақ сәйкесінше. Ал экстенсивті бар, бұған анаумен салыстырғанда бұған да жағдай керек, бірақ ана интенсивті гибридтермен салыстырған кезде төзімдірек келеді. Сондықтан әркім өзіне жеріне сай сондай таңдаған дұрыс. Екінші мәселе, тұзды жүгері ұнатпайды негізі. Тұзды жүгері өте ұнатпайды. Сондықтан бағанағы pH өте маңызды. Жерді бір таңдаған кезде бірінші тексерілетін ненің бірі, көрсеткіштердің бірі осы жердің pH деңгейі. Қаншаға дейін сонда? 7 болса өте керемет қой негізі. 8 болса бізде 8 деген жағдайларда көп қой бізде. Ол да негізі жақсы. Өседі, бірақ өнім аз болады. Енді қарап отырсақ, мысалы Қызылорда нағыз сор жер ғой, тұзы көп, тұзы бетіне шығып көтерілген. Сондықтан былтыр алдыңғы жылы келе жатыр, 6 тонна, 7 тонна, 5 тонна алып жатыр. Енді дым екпей, күріш егуге су жетпей, бос жатқаннан жақсы ол. Сондықтан жоқтан жақсы. Жоқтан жақсы. Егер 6 тонна алып жатса, жаңа 20-дан есептегеннің өзінде қаншадан болады? 700 мыңнан асатын болады. Сондықтан әсіресе анау суару каналдарынан алысырақ нелер бар, полилар бар, биіктеу жерлер, яғни астынан ылғал теппейтін, тұздар төмендеу, сол жерлерде сөйтіп таңдап егеді кәсібімізді. Ал енді қараңыздар, топыраққа кеттік қой. Енді топырақ дәнге түсті да. Дәнді егерде силкаға және ауа райы мен топырақтың температурасына талаптары қандай? Бірінші температураға байланысты дәннің талабы бұл 10-12 градус болған кезде басталады. Топырақтың температурасы 5 сантиметр тереңдіктегі ма? Азанғы уақытта 5 сантиметр, түскі уақытта 10 сантиметр тереңдіктегі. 10-12-де бастап егіледі, сол кезден бастап ең оптималды ылғалдылық деп. Жылы оптималды температура болып саналады. Одан кейін тағы не сұрадыңыз? Ауа райы. Ауа райы, мысалы жаңбыр керек емес, мысалы қарайсыз алдағы нелердің. Алдағы бағана мен жиі айтатын нелерім бар, бір сөзім бар, кеңес бағанағы рекордсмендерін айтатын бар. Жаңағы алғашқы кілті, бұл рекордтық өнім алудың кілті, потенциалды ең басынан бастап сақтау.
ең басы дегеніміз ол жаңағы топыраққа түскен кезеңі. Сол бастан бастап бағана 50 тонна потенциал болса, сол кезден бастап айналысу керек соны сақтаумен. Сондықтан алдағы күндерге қарау, еккен күні бар оптималды, одан кейінгі болатын жаңбыр емес па, күн суытып кетпей ма, өйткені неғұрлым топырақтың астында жатып қалса, ол энергиясын жоғалтады да, ол да бағанағы потенциалын төмендетуге әкелетін нәрсе. Ылғалдылығы қандай болу керек топырақтың? Ылғал енді бұл физикалық пісіп жетілуі бар топырақтың, сондай болу керек қой, ұстап, қарапайым тәсілі, ұстап. Қарапайым тәсілмен? Иә, ұстап, тастаған кезде шашырап кететіндей. Шашылу керек. Шашылу керетіндей. Сол кезде басталады. Енді жаңа егіге қатысты жаңа басында айтып өттік қой, мен есіме шығып қалды. 1 гектарға жаңа дәнмен дедіңіз ғой соңғы кезде. Сол қанша мың дән егіледі 1 гектарға негізі? Оны ұсынылған кезде мынандай, егер ылғалымен жақсы қамтамасыз етілген жерлер болса, яғни сіз уақытында суара алатын жер болса, топырағыңыз жаңа ылғалға жақсы болса, яғни 80 мың дән, яғни 1 қап 1 гектарға жіберіледі. Ал енді бізде ол дән алуға. Иә, дәнге. Силосқа одан жоғары, силосқа кете береді. Және мынау Түркістан облысы, Қызылорда облысы жағдайларында ол жақта ылғалымен сәл мәселе. Сондықтан ол жақта бізде қазір егеді 65 мыңмен 65-66 70 мыңға дейін тығыздықпен егеді. 1 гектарға дән саны. Килограмммен екпейді, сол дән санымен егеді қазіргі өлшем. Нұрбек, сіздерде қанша ол көрсеткіштер? Біздің шаруашылықтың жағдайында біз 72 мың жаңағы дәнге деп егеміз. Енді 72 мың болғанда 68 мың, жаңағы 67 мың неде соңғы содан урожай аласың деген сияқты. Иә, густота перед уборкой деп айтылады ғой, 10% алпыс деп. Иә. Ол жаңағы агротехника культиватормен жүрген кезде қырқатыныңыз бар, қарға жейтін бар деген сияқты. Содан қалады. 80 мың егеміз. 78 мың, 77 мың қалады деген дүниеде. Жаңағы силосқа одан да норманы көтер деп жатыр, жаңағы крахмал дегенге келеді да, тура осы жерден. Біз крахмалы 10%, 15% бен біз мысалы гектарда 60-70 тонна урожай шауыңыз мүмкін да, крахмал 30-32% бен сіз 40 немесе 50 тонна урожай шауы мүмкін. Бірақ өзіңізге егер өзіңіздің өндірісіңізге керек, өзіңіздің жаңағы малын азықтыратын болсаңыз, демек сізге жаңа 40-50 мен шапқан 30-30-30-дан жоғары крахмал сізге қай жағынан болса да тиімді болып тұрады негізі. Ал енді бұл енді түсінікті болды. Осы жүгерінің вегетациясындағы өте маңызды сәттер қандай? Стресстер деп маңызды сәттер. Вегетация кезінде мысалға критичный дейді ғой. Яғни сол сәтте осы істелінбесе, өнімділікте уже әсер етеді. Ол өзінің биологиялық тұрғыдан өнімділігін төмендетеді. Бағана басында айтып кеттік қой. Қашан екпей тұрған кезде потенциалын айттық, 20 тонна деп есептедік. 70 мың дән жаңағы 300 грамм деген сияқты. Енді бірақ бұл өнімділікті құрайтын компоненттер бар. Бірінші, ол үшін 70 мың еккен дәніңіз 70 мың болып сақталу керек соңына дейін. Бұл бірінші компонент, түп саны. Орудың алдындағы түп саны. Екінші компонент, яғни түп саны дегеніміз бір түп, бір собық деген ұғым. Екінші компонент, біз кез келген егушілер жүгеріге қатысы барлар нені баға береді, собыққа баға берген кезде алып қарайды, салмағын көреді, онда қатар санын көреді, дәннің қатар бір қатардағы дән санын көреді. Енді осының бәрі не үшін? Осының бәрі жаңа компоненттер ғой, өнімділікті құраушы компоненттер. Қатар саны әлеуетті бізде қазіргі мен көріп жүрген будандардың ішінде 24 қатарға түзейтіндер бар. 24 қатарға шейін салады. Иә. Ал бірақ стандартта сол 16-18. Стандартта 16-18 қатар. Одан кейін қатардағы дән саны. Яғни осы компоненттер, жаңағы өнімділік құрайтын компоненттер, бұл әрқайсысы белгілі бір фазада құралады. Сіз айтқандай ең критический фаза дейміз ғой, сол фазаларда құралады. Бірінші фаза бұл өскін болса, яғни ол жерде түп саны қалыптасады. Одан кейінгі фаза бұл 5-6 жапырақ кезеңі. Фауға да байланысты өзгереді, 5-6 жапырақ кезеңі. Бұл жерде жаңағы генеративтік орган собық пайда бола бастайды. Яғни оның қатары түзіледі бір собықтағы. Осы кезде бүкіл жағдай жасалып тұру керек. Тамаққа байланысты, қоректік заттарға байланысты, суға байланысты, жылуға байланысты және жарыққа байланысты. Бәрі оптималды болса, ол максималды қатар санын құрайды.
сол үшін оны алдын ала істеп қою керек. Бізде қалай? Ол кезең алғашқы су беру кезеңдеріне туып алғашқы суару бізде. Бізде су сұрағанша күтеді. Қарайғанша. Жиырылады жапырақтар. Жапырағы. Сола бастайды. Әбден тамырлансын дейді да, су сұрағанша күтеді. Мүмкіндік бола тұра. Кейбіреулер мүмкіндік болмайды бізде. Алғашқы су кешігіп келеді деген сияқты. Сондықтан мүмкіндік болса, ол су сұратпай беру керек. Ол кезде жаңағы бір өнімділіктің екінші компонентін дәнді құрап жатыр ана жерде. Дәнді құрайын деп тұр. Ал егер шөлдеп тұрса, ол дән санын қысқартып жібереді. Сондай бір программирование сияқты. Сонда 5-6 жапырақ кезінде дән сол кезде қалыптасады. Солық сол кезде. Ол шөлдеді, қарын ашты, жылу жетпеді, күн жетпеді. Ол дәнін, мысалы 14 дән қатарсақ қойды ма, әрі қарай одан өтіп кеткеннен кейін оны қанша тамақтандырсың да, қанша суарсың да, ол қайтадан оны көбейте алмайды дән санын. Одан кейін 12 қалыптаспаған солай қалады солай. Қанша тамақтандырсаң да. Одан кейінгі үшінші компонент келеді, жаңағы қатардағы дән саны. Ол да 12 жапыраққа дейін жүреді, 12 гүлдеуге дейінгі аралықта, аталық гүлдің шығуына дейінгі аралықта. Ол кезде де сондай ғой. Кейбіреулер байқаймыз, ұзын бір қатардағы дән саны 50-ге дейін жетеді деген сияқты біреулер бар, 30-35 қысқарып қалған. Бұған да жаңа тамаққа байланысты. Одан кейінгі үшінші фактор, бұл үшінші кезең, бұл гүлдеу кезеңі. Бұны да өте маңызды кезеңде болады. Өйткені бізде көп проблема, әсіресе оңтүстік ыстық аймақтарда бұл через зернца, яғни хотыр болып қалу. Дәнді ашып, алақат болып, жаңа собықты ашып қарасаңыз, әр жерде ірі-ірі, онда кездеседі ғой жерде. Әр жерде ірі-ірі дәндер қалады. Сол үшін, ол не үшін? Гүлдеу процесінің разрыв болады екеуінің арасында. Мысалы, қалыпты жағдайда гүлдеу, аталық пен аналықтың арасы әр кетсе бір апта гүлдердің шығуы. Бірінші аталық шығады, максималды тозаң бөледі. Сол кезде толық тозаң неге түсу керек? Әр жіп бір дән ғой, әр жіпші собықтан шығып тұрған, бар бір дәнге беккен. Орада жаңағы аналық яйцеклетка, жұмыртқалар тұрады, сол тозаңдандыру керек. Енді күн ыстықта су ішпесе, ауа температурасы, ауа температурасы жоғары, ауа ылғалдылығы төмен, топырақ ылғалдылығы төмен болса, бұл жаңағы айырмашылық гүлдеудегі ұзара береді. Сөйтіп, анау тозаңдар таусылған кезде барып шықса, аналық, сол кезде қажетті тозаң саны түспей, содан дұрыс тозаңданбай қалады. Содан алақат болып, осы жерде тағы бір өнімділік жоғалтамыз. Ол өте маңызды, бұл жерде тіптен 50-70%-ға дейін төмен түсіп кетуі мүмкін өнімділік. Енді одан да аман есен өтті деліп, бәрі жағдай жақсы болып, тозаңданды, яғни зародыш пайда болды, эмбрион пайда болды. Енді оны әрі қарай оларға да тамақ керек оның дамуына. Сол кезде де бұл налив зерна фазасы, налив толысу фазасы дәннің. Осы кезде де керекті көмірсулар, тамақтар, су тиісті деңгейде түспесе, бұл абортация деген ұғым бар. Аборт деген сөзден шыққан. Түсік деген сияқты ғой, жаңағы өсіп келе жатқан эмбрион дамымай сорда қалып қалады да. Байқауға болады. Әсіресе жоғары жақтарына дұрыс тамақ жетпей қалады, жоғары жақтары дұрыс толыспай қалады. Ол 1000 дәннің салмағына әсер етеді. Бұл дұрыс, мысалы бәрі толысқан күннің өзінде кейбіреулер жаңағы крахмал дұрыс жинай алмай қалады. Крахмал ғой негізгі несі. Дұрыс жинай алмай қалып 1000 дәннің салмағы түсіп кетеді. Өйткені әрбір собық баған айтқан сияқты 300 грамм беру керек қой, 20 тоннадан ашу үшін. Сол үшін бағанда 200-250 грамм беріп қалады дұрыс толыспағандықтан. Яғни осы бәрі бағанағы дән саны, түп саны, яғни собық саны, собықтың сапасы, собықтағы дән саны, оның салмағы бәрі қосылып бағанағы біз айтқан әлеуетті өнімділікті береді сол. Осындай 4-ге бөліп қарауға болады. Өте маңызды екен. Яғни бағана айтпағым ескеретін нәрсе, қашан бағана критический фазаны өткізіп алдыңыз, келесі фазаларда оны толыстыра алмайсыз. Ол қотыр болып қалды, дұрыс тозаңданбады, келесі налив фазасын оны толтыра алмайсыз деген сияқты. Наливті дұрыс жинай алмай қалды ма, толыса алмай қалды, әрі қарай қанша тамақ бер, су бер, ол яғни әрқайсысын өзінің уақытында беріп отыру керек. Алдын ала беріп отыру керек. Сондықтан маңызды суға байланысты маңызды мәселе, гүлдеуден 10 күн бұрын, гүлдегеннен кейін 20 күн аралығында судан. Қазір оған біз келеміз оған. Келесіздер ма? Иә, оған келеміз. Енді жаңа айтулар тамақ деп айтып отырсыз ғой. Тамақ деген мен түсініп отырмын енді. Қоректік заттар ғой. Қоректік элементтер. Иә, біз қарапайым болсын деп. Иә, дұрыс.
келесі тыңайтқыштарға өтсек, тыңайтқыштар қоректеуіне тыңайтуына Нұрбектен сұрай салайық. Негізгі қолданылған қандай тыңайтқыштың аты, қандай тыңайтқыштар қолданылады негізі? Негізгі тыңайтқыштар жаңағы азот, фосфор, калий ғой, жүгеріштің ең басты. Енді макроэлементтер. Енді бұл жерде микроэлементтердің де рөлін жоқ, негізгі несі қалай мысалы сіз не қолданасыздар? Амофос қолданасыздар? Уақытта және иә? Қай уақыттар қолданасыздар ма? Енді күзде жаңағы жыртудан алдын егер жаңағы амофос тыңайтқышын беріп үлгеріп жатсақ, онда келесі жылға жаңағы амофос тыңайтқышын кішкене азайтамыз. Болмаса келесі жылда жаңағы кешенді комплексный дейді ғой, НПК. Соларды қолдануға, немесе сульфамофос қолдануға тырысып жатамыз. Енді азот тыңайтқыштары міндетті түрде ол жаңағы тұқым себумен бірге енгізіледі, сосын жаңағы қатар аралықпен енгізіледі. Қандай мөлшерде 1 гектарына енгіздіңіздер биыл? Біз нақты біздің жағдайда біз енді 300 килограммға дейін азот тыңайтқыштарын қолданамыз. Бір рет бергенде ма? Жоқ, бір рет. Екіге бөліп, негізі барынша көп бөлген тиімдірек қой. Енді біздің жағдайда 2 рет бөліп қолданғанға солай шама келді деген сияқты реті келді. Ал енді осы тыңайтқышқа толықтанды ғой енді. Органикалық және минералдық тыңайтқыштардың орны қандай жүгерінің өсіру кезінде? Органикалық тыңайтқыш дегенде, органикалық тыңайтқыш болғанда сіз қалай сақталған органикалық тыңайтқыш. Сонымен қатар жаңағы не жеп жатамыз ғой жаңағы. Мысалы онда тереңірек кетейік. Органикалық тыңайтқыштың қандай түрі жүгеріге өте пайдалы? Ол енді әрқайсының нормасы. Саңғырығы ма? Бұл кісілер негізі өзінің тәжірибелік несінде сұрау керек шығар. Сіздер мысалы қалай не қолданып жатсыздар негізі органикалық тыңайтқыштар? Біздің жағдайда мысалы бізде органикалық тыңайтқыштың жаңағы сұйық түрі, сонымен қатар жаңағы құрғақ түрі деген сияқты дүние бар. Органикалық тыңайтқышты сақтаған кезде де оған өте мән беру керек. Органиктар жаңағы шіріген болу керек деген сияқты нәрсе ғой, ең басты нәрсе. Сонда гектарына жаңағы 1-2 тоннаға емес, егер сіз 20 тоннадан жоғары беріп жатсаңыз, сол кезде сізде жаңағы бір результат байқалады да. Топырақ құрамы жақсарады. Топырақ құрамы жақсарады, иә. Бірнеше жылдық пайдасы бар десеңізші. Иә, жаңағы құс деп жатсыз, құс аңғырымен енді ол жерде кішкене қиындау оны нормасымен дұрыстап қолдану. Күйдіріп жіберу. Иә, кей жағдайлар болады, листовой подкорм ретінде жапыраққа енгізіп жатқан кезде. Бірақ органиканың бір минусы жаңағы теріңізге арам шөп шығады. Одан пайдасы. Енді осы тыңайтқыштар туралы қысқа жауаптардан алсақ, иә, бұны бір тереңдетіп арнайы тақырып қып істеуге болады. Мысалы енді келесі сұрақ микроэлементтер ғой, жаңа айттық қой. Сол негізгі қандай микроэлементтер өте талапты, не дейді, маңызды болып келеді жүгері үшін. Ол яғни көп пайдаланады, оның жетіспеушілігі өнім түсіруіне әсер етеді деген. Микроэлементтер туралы. Микроэлементтерден ең басты жаңағы цинк, мырыш, иә, бор, марганец. Сера да өте маңызды, күкірт жаңағы. Темір де өте маңызды элемент. Күкірт қазір мезоэлемент па, макроэлементке ауысып жатыр. Енді күкіртті жаңағы құрамында күкірті бар тыңайтқыштар бар, минерал тыңайтқыштар. Енді сіздер оны жапырақтан бересіздер оны, негізі? Жапырақпен негізгі беретін микроэлементтерді айтамын. Иә, микроэлементтер негізі жапырақпен. Ал тура осы сұрақ макроэлементке қалай? Макроэлементтің талапшыл фазалары. Қандай әдіспен бересіз? Ең бола ма? Азот қой негізгі жаңағы құраушы элемент жүгеріде ең маңызды құрылыс материалы бұл азот. Ал азотқа ең жоғары қажеттілік бұл гүлдеу кезеңінде, гүлдеудің алдында, гүлдеу кезеңінде. Бірақ өкінішке орай бізде оны ол кезеңде беретін техника жоқ. Яғни соңғы техника бізде кіреді қай фазада? 5 жапырақтан сол жаңағы 5 жапырақ одан ары қарап сода кірамай биіктеп кетеді да, сонымен біздің техникамыз ары қарай кірмейді. Бүкіл жаңағы біздің сонда гербицидімізде, біздің жапыраққа үстеме қоректендіруімізде, біздің тыңайтқыштарды сол кезге дейін беріліп қояды. Сонымен неге аяғына дейін сонымен ғана несейді. Ал бағанағы шетелдік тәжірибеде бұны арнайы жаңағы жоғары клиренсті техникалары бар, нағыз кезекті уақытында бере алатын азот. Сондықтан бағанағы қай фазада маңызды дейсіз, бұл гүлдеудің алдында өте маңызды. Сондықтан бізде ұсынып жүреміз, сондықтан соңғы қоректендірген кезде культивациямен соңына қазір жаңағы
карбамидті ұсынып. Өйткені амидная форма оның жаңағы ыдырауына сәл ұзағырақ уақыт келеді. Сондықтан бағанағы неге дейін сәл жақындайды, бағанағы фазаға дейін жақындайды. Жаңағы айтқан сонда техникаңыз өте қымбат тұрады ма? Техника қымбат тұрады, әжептәуір қымбат тұрады, жоғары клиренста. Оны техникамен арнайы оны жапырақпен де шашып береді, сондай-ақ дәл түбіне беріп кететін техникалар бар жаңағы. Ал жалпы ол былай айтсақ, былай жүгері егетіндердің негізгі мақсаты пайда табу ғой енді. Бәрімізде ол белгілі нәрсе. Неге онда сондай техниканы ұзақ мерзімге деңгейде алмасқа деген сұрақ туады ғой. Мысалға ол әр жылы жүгерінің өнімділігін 2-3 тоннаға артық беретін болса, егер сол техниканы қолданса, сонда бір 5 жылдық, 10 жылдық стратегиямен қарасаң, ол техниканың ақшасы шығады ғой, құны шығады ғой. Шаруа ретінде дейсіз осы. Енді неғып алмайсыздар? құны шыққанда ол өте қымбат дүние. Біріншіден айтқанда, ол көп шаруалардың мүмкіншілігі расында келе бермейді. Екінші жағдай жаңағы Нұрекең айтып дұрыс толыққанды жетпей жатыр ғой әлі. Біз қазір бұрынғы осыдан 10 жыл бұрынғы кукуруза жүгері өсіру мәдениетімен қазіргі салыстыру келмейді. Қазір жылдан жылға дамып келе жатыр. Мәдениет өп кетті ме қазір? Бұйырса алдағы жылдары көріп қаламыз деген. Ондай пайдаланып жүргендер бар, бірақ санаулы. Дұрыс. Енді жаңа тың айтқыстар жайлы өз алдына өзі үлкен тақырып. Ол бөлек тақырып. Енді бүгін бізге шолу ғой, қысқа шолу, әрбір жердің бір жолы. Жалпы мағлұмат. Енді келесі үлкен суару деген суару туралы кішкене тоқтасақ. Суару жалпы қандай болу керек, режимі қандай, және оның гектарлық тұтынуы қандай жүгерінің, сол туралы кішкене ақпарат берсең. Гектарлық тұтынуы былай теориялық тұрғыда 3,5-5,000 куб су керек. Бір куб дегеніңіз 1 тонна. 1 тонна. Бір куб 1 тонна. Былай ғой. Гуглдан қарайық десең. Тоннамен келмейді. Кубпен есептесек. Бір гектарға бір неге кететін. Неше рет бөліп береді оны? Бірақ енді фактически 10,000 кубқа дейін су кетеді. 1 гектарға ма? 1 гектарға, тұтыну солай. Сіздерде қалай? Енді ол топырақ жағдайыңызға байланысты міндетті түрде. Одан да көп кететіндер бар, мысалы тастақ жер, құмды тастақ жер. Оны негізі есептеп жата ма адамдар негізі? Есептейтіндер бар, бірақ көбісі есептемейді. Топыраққа және оның беру тәсілінен де байланысты шығар. Беру тәсіліне байланысты деп айту қиын да, өйткені қандай тәсілмен берсеңіз де, ол сіздің жаңағы өсімдіктің суға деген жаңағы қажеттілігін төмендетпейді ол ешқашан. Бір 3,000 жаңа 5,000 арасында керек деп отыр ма? Ол сол норманы, ол қандай өнім құрау үшін сондай су беруіңіз керек. Өнім құрау үшін сол су керек. Бекзат сұрап отқан дұрыс, неше рет суарады оны? Суарады. Енді қалай бірінші су. Енді мен осы неге берейін Нұрбекке, өйткені сосын мен толықтырып жатамын. Неше рет суарылды деген ғой? Неше рет суарғанда 3 пен 5 рет арасында ғой, негізі 2 рет суаратындар да бар. Енді біз нақты, мысалы, біздің жағдайда біз 3 рет, жаңа 4 рет суарып болды. Ең бірінші су жаңағы 9-8 жапырақ, 9 жапырақ кезде бастап берсеңіз, жаңа екінші су керек кезде гүлдеу, жаңа шашақтану дейді ғой, сол. Үшінші су жаңа дән толыстыруға сол аралықта су беріледі негізі. Оңтүстік аймақтарда қара су деген түсінік бар. Влагозарядка. Көктемде бірінші жерді суарып алып, толық, сондықтан суаруға есептейді. Суарып алып барып, сол кепкен кезде барып егеді. Жамбыл облысы мен Түркістан облысында ғой. Жамбылда емес, осында да бар негізі. Неде? Жаркент жақта бар, мысалы, Жаркент жақта да бар. Ауданда. Шарын жақтарда, сосын Түркістан облысына негізінен. Ол жерден тағы да басқа мақсат бар ғой біреулердің, өйткені жер асты тұзды шаюға да жұмыс істейді ғой. Мынау топырақ қабатында, ол жер асты суының маңыздылығы бар ма жүгері өнімділігінде? Бар, жер асты су төмен болу керек. Мен естігенім, бір шорада осы Алматы облысында, ойбай менің жүгерімнің ылғалдылығы түспей жатыр деп әңгіме басталды. Содан мен ол шаруашылықтары жақсы білетін едім. Барып қарасам, кейбір жерлерінде су жердің бетіне шығып тұр. Содан фермерді алып бардым. Аға, мына қарасаңшы, жердің бетіне тұрсың, сондай дейді. Полный 101 гектар жер
жер асты су 0,5 метр мен 1 метрдің арасында. Ылғалдылық түспейді. Енді ол жерде неге де байланысты шығар енді жаңағы Нұрлан айтты ғой жаңағы қара не деді жаңағы жер асты су қара нүктені өйткені сол айтты ғой ішке су кірмейді, сырттағы су ішке шықпайды деді ғой. бірақ енді анау асты бәрі ылғал беріп тұрады да. ылғал беріп тұрады. Сол ылғал жүгерінің ылғалдығын түсірмейді. Иә, температура керек қой. Бәрібір енді арада үзік болғанмен кішкене тиімі. Жоқ, ол физиологиялық фазасында жақсы өседі ғой, вегетация жақсы өседі, 2,5-3 метр, 5 метр болуы мүмкін. Бірақ анау жүгерінің дәнінің ылғалдылығын түсірмейді ол. Бір қалып ұстап тұрады. Сол күзге таман шыққан ылғал шығар, өйткені жаз бойы сондай ылғалдылыққа тұрса, ол өліп қалады, ауа жетпей өліп қалады. Ал енді бұл тереңірек суғаруды қарастырайық. Тамшылатып суғаруда ерекшеліктері қандай жүгерінің? Тамшылатып суғаруда Нұрбек айтатын шығар, Нұрбек. Сіздерде болды ғой? Тамшылатып суғару, иә, тәжірибеде. Тамшылатып суғару негізі тиімді болды. Қазір тағы алқап гектарын көбейтіп жатырмыз негізі. Тамшылатып суғару бүкіл нәрсені жаңағы не ғой, точкасына беру ғой, былай айтқанда. Тамағын. Қажетті кезде, қажетті мөлшерде қоректі беру. Минералды тыңайтқыштар деп жатырмыз ғой, кез келген уақытта. арықпен суарған кезде жаңағы дәстүрлі суғару ғой, былай айтқанда. Сол суарған кезде көп ода негізі шайылуы мүмкін. Көп шайылуы мүмкін емес, шайылады ол міндетті түрде. Қанша пайыз болса да ол міндетті түрде жаңағы шайылып кетеді. Ол бірінші шайылады жаңағы азот тыңайтқыштары ең басты керек деп жатқан, иә. Ал сіз тамшылатып суғарумен сізде шайылмайды ол нәрсе. Сіз қажет кезінде кез келген факторда ең жоғарғы жаңағы қажет кезде деп отырсыз, сол кезде сіз тамырға критический фазалар бере аласыз. Ресурс үнемдеу жақсы өте. Ол енді бұл мағлұматыңыз бар ма жоқ па білмедік. 1 гектарда шығыны қандай өзі тамшылатып суғару? Тамшылатып суғару енді бірінші жылы ол қымбаттау шығады сізге. Неше жылға жарайды? Лента дейді, жаңа лента ол енді 1 жылдық. Одан кейін жаңағы рефлейт деп жатамыз, олар енді ол енді әр компанияның әрқалай жаңағы 3 жылдан мүмкін 10 жылға дейін сізге қызмет қылатындар бар. Сосын жаңағы насос, фильтр ең қымбат дүниелер осы жерде. Бірінші жылға қазіргі осы жылдық бағаны алғанда бір 900 мың шамасы сізге насос. 1 миллион 200-ге дейін өткенде көрінен көрдім. Біреудің коммерческий. 1 миллион 200, 1,5 миллионға дейін кетіп қалды фирмасына байланысты. 700 мыңнан бастап. Енді одан кейін қазір соңғы уақытта оңтүстік өңірлерде әсіресе көбейіп келе жатқан технология бар да суарудың, жаңбырлатып суару деген. Мен қателеспесем Нұрбектердің шаруашылығына барды ол негізі. Ол қаншалық тиімді негізі? Жаңбырлатып суару жаңа су қажет деп тұр ғой, 3,5 сол кезге келген кезде сіз жаңбырлатып суғарумен сол норма суды сіз бере алмайсыз. Оның минусы сол. Енді амалдың жоғынан айтқанда баратын дүние ғой жаңбырлатып суғару. Сосын жаңбырлатып суғарудың бірінші мысалы деймін жүгері дақылының алып қарайтын болсақ, жапырақ жаңағы барқытный деп атамыз ғой. Иә. Тамшылар сіздің жапырағыңызда қалады да. Сосын жаңағы линза сияқты жұмыс істейді. Иә. Бізде күн ыстық жаңбырлатып. Яғни сонда мүмкіндік болатынымызда тамшылатып суаруды қолданған дұрыс, жаңбырлатып қарағанда. Мүмкіндік болатынымызда тамшылатып суғару. Енді біреулер жаңа қашады, екінші рет тұздану болуы мүмкін. Жоқ, қазір енді бір орында тұрған жоқ қой. Қазір неше түрлі тыңайтқыштары бар, не болмаса неше сол тұзыңызды шаятын капелькамен де сол лентамен де беруге болады мысалы. Ол жағын бәрі ескеріп толыққанды. Оның да шығыны сол тамшылатып суғаруға жақындау ма? 1 гектармен салыстырғанда. Жаңбырлатып суғарудың ба? Жаңбырлатып суғарудың шығыны одан аздау болады негізі. Аздау бола ма? Одан аздау болады. Ол негізі былай жоқ. Негізі әлемдік практикада бар. Американың өзінде көп жерлер мысалы жаңбырлатып суарумен суарылады. Бірақ шеңберленіп тұрады да. Біздің топырақ климаттық факторды ескеру керек. Бізде күн ыстық, жер қатып қалады, жер сазды деген сияқты. Біз болғанда ол қай, мысалы үшін оңтүстік Қазақстанның оңтүстік аймағына ма? Мүмкін солтүстік аймағына солтүстік облыстарға ма? Иә, солтүстік. Ояққа болады, жаңбырлатып. Жақсы, иә. Шынапсы біз енді елімізде. Біз енді бұнда жоқ деп болмаймыз, өйткені онымен айналысып отқандар да бар. Күндердің өздері де айналысып отыр, бірақ жаңағы қалаған несіне қол жеткізілмей жатыр. Басында сізге жаңбырлатып суғаруды ұсынған кезде мысалы, сіз айту мүмкін, поляның басына бармайсың, дистанцияны басқарып отыра бересің деген сияқты. Бірақ уақыт өте келе оның да өзіне жараса проблемалар пайда болады. Оның түпкі маманы болмаса қиын десеңші. Сосын жаңағы дұрыс нені таңдай білгенде өте маңызды. Режимді, суғаруды, ол нәрселерді ескерген дұрыс.
дұрыс. Енді жүгерінің сабағына өтейік. Жайлап көтеріліп келе жатырмыз. Жүгерінің сабағы негіз қандай биіктікте орналасқан дұрыс? Қанша болу керек биіктігі? Біреулер айтады, ойбай 5 метр деп, 5 метр сабағы дұрыс. Біреулер айтады, ол 5 метр емес, ол собығына байланысты, тағы басқа деген сияқты. Осы дәнді жүгеріде сабағы орташа биіктігі қандай болу керек жүгерінің? Мынандай болу керек деген нақты не жоқ, бір бекітіп қойған ереже жоқ. Бір гибридтің өзі әр жерде әртүрлі бой көрсетуі мүмкін. Бұл 1,5 метрден 3,5 метрге дейін көрсетуі мүмкін. Мен өзім көріп жүргендер. Ал бірақ нақты соңғы тенденцияда қазіргі ғылымда неғұрлым бойын төмендетуге жұмыстар жасалынып жатыр. Жүгерінің бойын төмендету, собығын үлкейтіп бойын төмендетуге сол бағытта жұмыстар жасалып жатыр. Бұл сұрақты көтерген себебім біраз шаруашылықтарға аралаған кезде ананың жүгерісі 4 метр болып та, ол енді өнімділікті көп алады. Маған сондай жүгерінің дәні керек деп іздеп жүрген шаруаларды көрдім да. Мен жайлап түсіндірем, ол тенденция наоборот төмендеп жатыр. Ол жүгерінің биіктігіне кететін қоректік мөлшерді ол керісінше сабағына жұмсау керек деген сияқты. Енді ол басқаша қарау мүмкін да ол. Ол хлорофилмен, фотосинтез процесімен қараған болуы мүмкін. Фотосинтез, өйткені жапырақ көп болған сайын, аудан көп болған сайын фотосинтез көп түзіледі, содан крахмал көп түзіледі органикасы. Мүмкін соны естіп жүрген шығар. Бірақ солтүстік облыстарда, бидайларда қарасаң, жаңа интенсивті нелер бар, бағыт бар. Олар дәл сондай, оларда бой қысқа, бірақ өнімділігі жоғары. Жаңа тез пісетіндер ғой, 300-тіктері олар. Бірақ оларды жаңа интенсивті болғандықтан ауру көп болады, зиян кезі көп болады деген сияқты ғой. Қытайлық нелер болды. Гибридтер ма? Гибридтер 4 метр тура жаңағы. Енді соғыққа ұрған кезде енді шынды айтқан енді осындай шығар. Таза китайский деген. Шешуші емес ол, фактор емес. Соны ол шаруашылықтарда енді жайлап түсініп келе жатқан секілді. Негізгі атасына қарасақ, алғашқы жүгерге теосинта деп аталады. Мынандай бойы. Негізгі бабасы. Собық төбесінде ме? Собық төбесінде. Жабайы жүгер. Қатты үлкен болған дейді, собықтар бар. Сол төбесінде. Ананас. Негізгі. Жарайды, келесі сұрақ өтейік. Бұған да жауап сондай болмақ, бірақ сонда да көтерейік. Собық дейміз, бір жер дөмбілдеген дейскен мен. Оңтүстікте, Түркістан облысы. Соның биіктігі бар ма? Стандартты болу керек болсын, белгілі биіктігі. Комбайнға оруға қатысты болсын, немесе дұрыс пісіп жетілуіне қатысты болсын. Негізгі собық бұл әр буында собық қалыптасады негізі. Бұрын айтып жатады ғой, бұрында жүгер егетінек 5-6 собық салады деген сияқты, қазір бәрі біреу болып кетті деген сияқты. Қазір мен өткенде бір ғылыми жаңалықтар көрдім, Аргентинада салынып жатыр. Біз жаңа айттық қой, қалыпты 70 мың ұсыныстарымыз штук дәнді бір гектарға. 13 мың, 20 мың сондай егіп жатыр да. Сол кездегі собықтың саны 6-7 собық сап жатыр. Өзгі негізгі сабақтан да және қосымша бізде пасинкование дейді, екі жағынан тағы балақтайды деп атайды. Олардан да 2-2 собық, ортадағы негізгі собықтан да собық сап жатыр. Сондықтан ол ұсыныс, біздің ұсынатын ұсыныс 70 мың, 80 мың деген, яғни ол бір полноценный, бір толық собық қалыптастыра алатын, соны аяғына дейін жеткізетін тығыздық. Сондықтан ол собық әр буында негізі басында вегетацияның алғаш кезінде ашық бараса, әр буыннан не шығып тұрады. Собықтың қалыптасқан, бірақ ең жоғары жағында соңғы 6-7 жапырақтан төмен, төбесінен төмен қарай санаған кезде, сол жердегі апикальный доминирование деймін. Яғни сол жердегі жоғарғы собық қалады да, қалғандары өсуін тоқтап қалады. Бүкіл жұмыс ананы бір собықты шығару керек. Ал егер жағдай одан да жақсы болып, қоректік алаң кең болып, жарық жетіп жатса, аналарда басқа собықтарда, басқа буындардағы собықтарда шыға береді. Онда сұрақты сәл тереңірек қояйық. Дәнге арналған жүгерде собықтың биіктігі қандай болған дұрыс? Силосқа арналған жүгерде собықтың биіктігі қандай болған дұрыс? Бұл да бағанағы сияқты ғой. Төмен болмау керек. Негізгі мәселе мынандай болу керек емес, төмен болмау керек. Яғни ана жаткаға
ілінетіндей кейде болып қалады, сондай бір төмен болып белгілі бір факторларға, онда да стресстік факторларға байланысты, гербицидный неге улануға байланысты, суға байланысты төмен болып қалады да, ору кезінде мәселе туғызады. Яғни жатқыға ілінбейді деген сияқты. Төмен орналасса кебу де қиын. Иә. Кейде жаңағы су мен суғару факторлары да стресс факторлар деп жатады ғой. Кеш дамып жатады да жаңағы собығы. Ал келесі бір мына бір поляның өзінде мысалы солай болуы мүмкін. Келесі 2-3 гектар жерде мысалы ол жерде су факторы бәрі әдемі болды да, ол толыққанды дамыды. Ал жерде влажность мысалы сіз 14 болуы мүмкін, ал мына жерге келген кезіңізде жаңағы влажность көтеріліп кетеді жаңағы. Кукурузаны қалдылық ше. Онда мынандай мағлұматты Европаның қай французский бір журналда ма оқыдым осы жақында. Дәндікі мейлінше 60 сантиметр, 70 сантиметр көлемінде болған дұрыс деп жазды. Жер бетінен ба? Жер бетінен, иә. Биіктікте орналасқан дұрыс собықтың. Ал силосқа арналғандығы мейлінше собығы жоғары орналасатын болса, оның қоректік элементтері жоғары болады. Одан кейін силосқа арналған жүгерінің ору биіктігі мейлінше жоғары болған сайын да қоректік элементтің ішіндегі саны көп. Иә, дұрыс. Жалпы түсінікті. Ал онда енді биіктіктен байланысты енді келесі нелерге өте берейік. Яғни бүгін жаңа қайта айтып отырмыз, қысқа біздің бүгін шолу тақырып жайлар ғой. Иә. Жалпы. Келесі уақытта мүмкін тереңірек кіре жатармыз бір тақырыптар бойынша. Енді келесі ауру, зиянкес, арамшөп деген нәрсе бар ғой. Үлкен мәселе ғой алда. Сол туралы Нұрбек біраз айтып өтсе, негізгі қандай шаруашылықта кездесетін осыған байланысты мәселелер, иә. Негізі арамшөп екенін түсінікті ғой енді, арамшөптер бойынша деген мәселе күресілетіні. Одан кейін зиянкестер мен аурулар бар. Негізгі мәселе арамшөп емес шығар, жүгеріде өйткені гербицидпен жаңағы алуыңызға зиянкестер ол сіз есептемеген, күтпеген факторлар болуы мүмкін да. Тура жаңағыда айтып отқан кезде мүмкін сізде суғарып жатқан кезіңізде пайда болуы мүмкін жаңағы жапырақ кенесі деген сияқты. Проволочник деп жатамыз жаңағы. Листоедтер болады. Жапырақ дейтіндер, иә. Қанша пайызға дейін ол өнімділікті төмендетеді? Осы мысалы үшін уақытылы аурумен, зиянкеспен және арамшөппен күреспесең. Енді оны нақты тәжірибеде көрген жоқ, бірақ статистика 30-35 деп жатады ғой негізі. Одан да көп кетеді. Арамшөппен дұрыс күрес, негізі арамшөп көп қоректік. Арамшөп одан да. Бірақ сосын тағы мен білетін екі не бар да, бір зиянкес, бір ауру бар. Біреуі жаңағы өзегін жейтін не дейді, жүгері. Жоқ. Қазақша қалай айтады оны? Ол не деп аталады? Екінші стеблевой мотылек. Иә, стеблевой мотылек. Меніңше ол үлкен қауіпті зиянкестің бірі. Сосын екінші бір аурудың аты, оны күйе деген ауру бар ғой. Қара күйе. Иә, олар да бар. Пузырчатая голова дейді бізде көп. Яғни бұған тоқталып өтсек, біздегі кезең-кезеңмен болды. Еккен кезде егер тұқым негізгі стандартный дәріленген, бұл фунгицидпен дәріленіп келеді. Ал инсектицидпен қосымша дәріленіп келеді. Қазіргі нарықтағы тұқымдар. Қосымша деген не үстінен? Қосымша, яғни қосымша құнға, қосымша қажет болса, өйткені кейбір шаруашылықтар сұрайды, маған фунгицидпен протравленген керек дейді, өңделген, болмаса айтады, маған екеуі де керек дейді. Өйткені менің жерімде сыңғұрттар бар дейді. Сыңғұрт өте қауіпті, өйткені жердің бетіндегілерді әйтеуір көрінеді, онымен бір нәрсе күресуге болады ғой. Ал сыңғұрт зиян тигеннен кейін барып байқайсыз да оны, ана өскіндер солып жатқан кезде, одан кейін оны қопарып тастамайсыз, бір нәрсе бере алмайсыз. Сондықтан сыңғұрт қаупі бар жерлерде ең бірінші сыңғұрт дейсіз ғой. Проволочник дейді оны. Яғни дәрілеп барып егу. Екінші мәселе, біздегі көп мәселе бұл қарға проблемасы, әсіресе Алматы облысында. Өйткені жолдың бәрінде жаңағы ағаштар бар, лесополоса, сол жерде ұялары бар. Проблема туғызады ғой қарға, иә? Қарға проблема туғызады, әсіресе кеште егіледі. Кеште егілген кезде. Ол жеріне бұл кезде істейсіздер қарға? Оны тек қана жаңағы протравка қорып отыруыңызға тура келеді. Егер шығып қойғаннан кейін. Қазіргі нелер бар, арнайы дәріленгендер бар, сол ана репелленті ма? Иә, қаштыртатын. Ол жүгері келгеннен кейін осы жерде обработка жасау керек па оны? Жоқ, ол сондай өйтіп те істейтіндер бар. Қосымша өзі тек фунгицидпен дәріленген жүгерлер келеді да, шаруашылықтан базасында қайтадан бетономешалкаға салып, дәрілеп, ол
қарға деген препараттар ма? Ол да оның да өзінің бір зияндары бар. Өйткені анау фунгицидті шайып кетуі мүмкін, зақым келуі мүмкін, деген микрозақымдар келуі мүмкін. Сондықтан бар болса қосымша құн төлеп жаңағы дайын дәріленген заводта дәріленген дәрілерді алған дұрыс. Одан кейін бағана нені айтты, арамшөптер, олар енді олармен күрес жаңағы техника кіре алатын кезде болғаннан кейін ол оңайырақ. Ол же по умолчанию жүретін процестердің бірі уже жүгері егісінде оны реттей алады. Біздегі мәселе мынау соңғы өсіп гүлдеп собық салғаннан кейінгі келетін көбелектердің мәселесі, құрттардың мәселесі. Өзекке түсетін құрт бар, жаңағы стеблевый мотылёкке, хлопковый совка деген сияқты. Олармен енді соңғы уақыттарда авиацияны қолданады, болмаса қазір соңғы кездері нелер қолданып жүр, дрондарды, агродрондар, үлкен шаруашылыққа пайдаланатын агродрондар қолданып жүр, яғни мобильді тез не істеп шығады, өңдеп шығуға. Ауруға байланысты бізде Европада кездесетін көптеген аурулар бізде құдайға шүкір жоқ. Өткен біздің ылғал аз, иә. Сондықтан бірен-саран кездеседі, жаңағы пузырчатый головня дейді, қазақша салады, көпіршікті қаракүйе ма? Қаракүйе. Сол кездеседі, бірақ ол көп емес. Мен соны кімнен сұрадым да? Айман деген апай ма? Айман Шегеевна. Сол кісі осы туралы сұрағым да, қанша пайызға төмен, 15% деп айтты ғой. Ең көп максимал түрде 15% ғана шығын келтіре алады дейді, өнімді түсіре алады дейді. Иә, ол әсіресе стресс көрген, судан зардап көрген поляларда егістік. Ол гибридке де байланысты болуы мүмкін, гибридтің төзімділігіне де байланысты. Енді осы жүгері стресс алмау үшін қандай шаралар жасау керек? Жүгері стресс алмас үшін стресстің алдын алып отыру керек. Профилактика ма? Иә, алдын алып отыру. Бір алды ма, оны бағанағы сияқты ғой, жаңағы фаққа түскен фазасына байланысты және оның интенсивтілігіне байланысты, стресстің ұзақтығына байланысты негативті әсер етеді. Өнім неге байланысты? Ыстық келе жатыр ма, су деген сияқты, тамақ. Негізгі генетикалық төзімділік бар стресстерге, сондай-ақ ол стресстерді төмендетуге бағытталған агротехникалық шаралар. Соны уақытында жасалып отыру керек. Суға жаңағы тамағын беру, қорғақшылыққа суын беру деген сияқты. Жақсы, негізі стресске түсуінің өзі негізі не ғой, өйткені тірі жан болғандықтан ол стресске түскен жағдайда ол ұрпақ қалдыруға тырысады ғой. Әрине тезірек әрекетін жасайды ғой. Қартаю гормон бөліне ме? Жақсы, рахмет. Енді келесі біз аяқтауға жақын сұрақтарымыз. Иә, уақытта енді келесілері қысқа жауаптан тұрады. Сұрағымыз сол. Енді басында айтып өттік, тағы да ескерте салайық. Біздің осы Қазақстан дейміз, оңтүстік өңірлерде болайық. Сол жердің топырақ климаттық жағдайы белгілі. Бәленбай уақыттық. Соларды ескере отырып, және соңғы шыққан агротехникалық шаралар бар, иә, түрлі. Бәрін кіргізе салайық оны. Соларды пайдалана отырып, біз осы жерден қанша өнім ала аламыз, негізі мүмкіндігіміз бар. Қазақстан мүмкіншілігі қандай? Иә, мүмкін. Біз қандай ала аламыз? Біз қазір алып отқандай айтып тұрған жоқпыз, ала аламыз деген. Ала аламыз дейсіз ба? Мынандай нәрседен қарауға болады. Мен қазір ойымда айтып жүрмін, сосын Нұрбек қосып кетсе. Мынандай нәрсені көруге болады да. Шаруашылықтардың орташа өнімділігі 10-12 болса жақсы бізде. 10-12 тонна болса жақсы. Бірақ оны ору барысында қазіргі заманауи комбайндардың ішінде жекелеген учаскелердегі өнімділік көрсетіп отырады. Болмаса кейін орып болғаннан кейін өнімділік картасын шығарып береді. Мына жерде, мына жерде. Сол кезде бір учаскелер бар. Мен былтырғы 2022 маусым бойынша 26 тоннаға дейін бір сондай учаскелер болды, 26 тоннаға дейін береді. Сөйтеді да, неқта бір 14 береді, мына участок, мына гектар жағы 7 береді. Сөйтіп бір соңында орташа өнімділік дөңгеленген 12 шығады. Яғни қарасақ, яғни 26 өзінің полюсында бірге белгілі бір участоктен алып тұрса, значит сол участоктегі жағдайды басқа жерге де жасаса, яғни ол мүмкін 26 тоннаға дейін алу мүмкін. Яғни сонда біздің осы жағдайда 26 тоннаға алу мүмкіндігіміз бар. Бар, иә. Енді одан да жоғары болуы мүмкін. Ана бізде Карым Құрбанович деген ақсақалымыз болды. Марқұм, өте осы жүгері саласында. Ол да кезінде 22-24 алған, бірақ бір кездесуімізде айтқан, мен бір гибридті таңдап, өзі жақсы көретін бір гибриді бар еді. Мен 30 алам келесі жыл деп, соған мен дайындалып отырмын деп, сөйтіп айтқанда бар еді. Бір гибридтен өйткені есептеп берді. Осындай қолданам, сонымен 30 алам
деген, яғни 30-да мүмкін ғой мүмкін. Әрине ол қазір біздің жағдайда. заман талабы, информация тез келіп жатыр, шаруаларымыз да қатты дамып жатыр. Енді технология келетін болсақ, мысалға осы жылы Қырғызстанда біраз жерлерін арладым да, солтүстік жақтарын, оңтүстік жақтарын. Жүгері өсіруде дронды өте көп қолданады екен. Өте көп, кәдімгі негізгі бір трактор есебінде дронды белгілеп қойғанда. Ал Қазақстан жағдайында қалай дронды қолдану мәселелері болмаса бар ма, қалай көбейтуге болады, болмаса қандай кемшілігі бар дронның біздің жағдайда жүгері өсірудің? Нұрбек, неде тәжірибеде болды былтыр, дрон қолдану? Тәжірибеде болды. Неге қарсы, қандай неге? Біз жапырақ кеңес дейміз ғой, клеш сояда біз соған қарсы қолдандық енді. Қанша гектар? Біз 200 гектар жерде оборотка жасап шықтық. Неше рет оборотка жасадық? Бір рет. Сол бір ұшқан кезде сол 200 гектарда? Жоқ, қанша күнде? Емес, біз ол енді сіздің жаңағы су қандай нормаға қоясыз. Орташа қанша, мысалы 200 гектарға? 3 гектар дрон. Біз енді сол бізге келген дронның мүмкіншілігі солай. Бір күнде 3 гектар ма? Жоқ, бір ұшқанда 3 гектар. Ол бір күнде егер ауа райы бәрі жақсы болып тұрса, ол 70-100 гектарға дейін істеп шығылады. Бір дрон, бізде де ол былтырдан бастап, мен білетінім, былтырдан бастап бұл дамып келе жатыр. Айналысып жатқан, мысалы Алматы облысында бірнеше компания бар, мысалы Қызылордада бар, Шымкентте бар деген сияқты, енді көтеріліп келе жатыр. Ал Европада, әсіресе Украинада бұл біздің әлдеқайда алда кетіп қалды бұл мәселеде. Енді оның обзор жасаймыз ғой, әр неге қаншалықты тиімді деген сияқты. Бағанағыдай ғой, бізде өсіп тұрған кезде бізде авиация аз. Дельтапландардың тез жұмыс істегенмен, бірақ тиісті мөлшерде суды беру қиын, мысалы. Су көбірек керек болады инсектицид. Жаңа фунгицидтермен жұмыс істейтін кезде. Сондай уақытта бұл өте керек құрал. Мобильді, бір арнайы полоса, ұшатын полоса керек емес деген сияқты бір орнынан жіберіп. Екінші мәселе, Қырғызстанда көбінесе оны десикация жасауға қолданады, менің білуімше. Негізгі жұмыстарынан бөлек көбінесе десикация. Яғни жүгеріні сол егістікте тұрған кезде кондициясына жеткізіп алу мақсатында қуратып алады да сол. Бізде бұл дамиды деп ойлаймын. Дамиды. 2016 жылы осы Қазақстанға бірінші осы дронды алып келген едім, ауыл шаруашылығында. Агродронды. Сөйтсем әлі таможнядан коды да әлі қалыптасып үлгермеген екен. Сол кезде біраз дронды ұшырдық, солтүстік региондарда жел қатты болды да. Желі қатты болғаннан кейін дронның снимігі анық шықпады. Бірақ қазіргі таңдағы дрондар енді ол сниміктен бөлек өңдеу жұмыстар оған енді қатты желінің айырмашылығы болмауы мүмкін, бірақ соған орай келешегі бар деп ойлаймын. Одан кейін дронның да әр жылдан жылға аккумуляторының ұзаққа қуаттылығы жылдан жылға артып бара жатыр. Бір күні жабысып алып полиға ұшып баратында шығар. Аттың орнына ма? Енді бізде екі сұрақ қалды. Екі сұрақ қалды. Сол екі сұрақты аяқтайсызақ, сонымен немізді аяқтаймыз. Енді қысқа нұсқа айтсақ болады. Өйткені алда уақыт қайтып айтқым, ораламыз қайтады. Орған кезде маңызды не нәрсе көңіл бөлу керек деген. Жүгерін жинаған кезде. Нұрбек айтып өтсе, енді басқасында жүр ғой. Жаңа кондиция деп жатыр ғой, суық түсуі, дәнге орған кезде. Ылғалдың түсуі. Ылғалдың түсуі. Ылғалдылыққа ең басты маңыз бересіз. Сосын еккен кезде де жоспарлаған дұрыс та, қатты суыққа кетіп қалмайтындай, немесе қарға түсіп қалмайтын. Ол кезде орасаңыз ора беріңіз мүмкін, бірақ потеря дейді ғой, жаңа шығын. Өйткені жаңа шашылатыныңыз көбейеді, құлайтын жүгеріңіз көбейеді, мысалы сондай шығындардың бәрін ескерген дұрыс негізінде. Жақсы. Біз енді соңғы сұрақты енді Бекзатта қалған шығар. Бұл енді сіздердің енді прогноздарыңыз. Мысалға болжамдарыңыз, Қазақстандағы жүгерінің барлық мағлұматын білесіздер, егіп жүрсіздер, жақсы передовой алғы деңгейде егіп жүрген фермерлермен де сөйлесіп жүрсіздер. Жүгерінің алдағы 5 жылдағы алатын орны қандай? Сұраныс арта ма?
сұранысы артады. Ол жылдан жылға көбейіп келе жатыр. Жүгері айналысуды егуге байланысты айтып тұрсыз ғой қазір. Жер көлемінің ұлғаюы. Жер көлемінің ұлғаюы. Иә. Оның үстіне биылдан бастап баға да жақсы болып жатыр, жүгерінің сатып алу бағасы да. Соңғы жылдары сондай нелер бар, сол тенденция бар. Жүгері егумен мысалы айналысып жатқан, жаңадан бастап айналысып жатқан жеке адамдар бар және жеке аудандар бар, облыстар бар. Мысалы бағана айтқан сияқты Қызылорда облысы екпеген, қазір соңғы кездері оған да тенденция басталды, яқта жүгері егу. Сол негізгі факторлар нелер? Жүгері өседі. Себебі мынандай деген сияқты. Бірінші өнімділігіне, экономикалық тиімділігіне байланысты. Сосын немес, капризный емес деген қалай не істесек болады? Талғампаз емес. Талғампаз емес, қатты талғампаз емес. Уақытында суарып, уақытында тамағын берсеңіз, бағандай бұзылып кететін өнім емес, сақтауға да ыңғайлы деген сияқты. Сосын сұраныс бар. Неге сұраныс бар? Өндірілген өнімге сұраныс бар. Не үшін? Бізде өзімізде зауыттар бар, соның переработкамен өңдеумен айналысатын. Солардың қажеттілігі бар. Соның өзі әжептәуір біраз жерді алады. Крахмалопаточный завод Алматы облысында бар, Панфилов ауданы, Алматыда бар, Жаркентте бар деген сияқты. Сондай-ақ бізде көрші елдерден экспортқа да сұраныс бар. Кейінде және бір нәрсені толықтырып өтсек, мал шаруашылығымен айналысатын үлкен шаруашылықтардың саны көбейіп бара жатыр. Құс шаруашылықтардың саны, яғни жай құс шаруашылығы емес, яғни ең жоғарғы технологиялармен қамтылған, олар енді тікелей әсері бар ғой бұл. Бар. Сол негізгі тұтынушылар ғой негізі. Нұрбекте айтып өтетін шығар, ұлғая ма, ауданы ұлғаймай ма? Жүгерінің ба? Жүгерінің ауданы ұлғаяды ғой, жаңа крахмалный завод, паточный завод деп жатыр. Жоқ, өздеріңізде мысалы. Ол енді біз жүгеріні толыққанды біз әлі өңдемейді ғой. Жоқ, өздеріңіз ауданы үлкейтетін жоспарларыңыз бар ма деген? Ол жылдан жылға үлкейіп келе жатыр ауданы. Біздің шаруашылықта ғана емес, ол көрші шаруашылықтарда көріп жүрік, сол маңайдағы шаруа қожалықтарында көріп жүрік. Жүгеріге деген сұраныс расында. Онда жігіттер, біздің осымен сұрақтарымыз бітті. Реніш жоқ па бізге? Ал құрметті көрермендер, бүгінгі біздің жүгеріге арналған тақырыбымыз аяқталуға жақын. Біз бұл жерде жүгерінің үлкен ғылым ғой. Бұның өмірін арнаған адамдар бар, жүгеріні зерттеумен өмірі жетпей қалған адамдар бар. Сол үшін бұл 1,5-2 сағаттың ішінде біз толық ашып саттық деп ойламаймыз. Алдағы уақытта біздің белгілі бір тақырыптарға қатысты суаруына болсын, тың айтуына болсын, түрлі ауруларына қатысты арнайы тақырыптар түсіретін боламыз. Бүгін кішкене болса да сіздерге бір шолу ақпараттарын бере алдық деген үміттеміз. Егер солай болса мақсатымызға жеткеніміз, жаңа Бекзат айтып өткені біздің негізгі мақсатымыз осы бастап келесін шаруаларға, немесе бір жақсы нәрсені үйренгісі келген шаруаларға белгілі білікті мамандардан ақпарат жеткізу. Болашақ агрономдарға да. Болашақ агрономдар, бізде жас артта келетін буындарға қызықты да, түсінікті де, қысқа да нұсқа жақсы бір ақпараттар, құнды ақпараттармен бөлісу біздің мақсатымыз. Ал жігіттерге 70 шақырым жүріп келген Нұрбекке де өзіміз алғысымыз білдіреміз. 700 шақырым ұшып келген ғой, жүріп келген жоқ. Нұрланға да алғысымыз шексіз. Жігіттер, рахмет үлкен. Сіздерге де рахмет шақырғандарыңызға. Табыстар тілейміз. Өркендеңіздер, өсіңіздер. Келер ұрпаққа береріміз көп болсын. Ең бастысы, құрметті көрермендер, қазақ тілді контентті ауыл шаруашылығы бағытында елімізде жоқтың қасы екен, жоқ деп айта алмаймыз. Сол үшін бізді қолдаңыздар, кемшіліктеріміз болса кешіріңіздер. Алдағы уақытта бұл осы түсірімді тек қана өздеріңіз ғана көрмей, жанында бауырларыңызға, ағайын туысқандарыңызға да бөлісіңіздер. Себебі білімді арта білу әрбір шаруаның ең негізгі мақсаты болып табылу керек. Рахмет сіздерге. Жігіттер, бір нәрсені айтуды ұмытып кеттім да. Соңғы қазір біз YouTube арнамызға салған екен, бұны сұрақтар түсе бастайды деп ойлаймын. Өйткені алдыңғы видеоға сол кезде ол кісілер айтуы мүмкін, пәленше Нұрланмен қалай байланыстық болады, Нұрбекпен қалай байланыстық болады. Сол кезде нөмірлеріңіз бөлсек бола ма? Болады. Алттан кейін хабарласпайды. Жақсы, рахмет. Сау саламат болыңыздар.